Армысыздар, құрметті оқырман. Баршаларыңызды келіп жеткен бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ежелден бабаларымыз алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Бірлік түбі тірлік, тірлік түбі игіліктен, бірлікті тірліктен артық қойған. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бірлігіміз бекем болғай. Осынау бірлігіменен тірлік жарасқан қасиетті елімізге сүйсінген шетелдегі достарымыз Иран, Украин, Араб, Әзірбайжан, Өзбекстан, Қытай елдерінен Қазақстан халқын бірлік күнімен құттықтап, шын жүректен сәлем жолдайды. 1 мамыр халық бірлігі, ынтымақ берекесі құтты болсын. Армысыздар, қазақстандық бауырлар, отандастар. Нұр-Сұлтан қаласы Өзбек этномәдени орталығы барлық қазақстандық бауырларымызды 1 мамыр Қазақстан халқы ынтымағы күнімен құттықтайды. Урматтуу қазақстандықтар, барыңыздарды 1 май биримдик күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизде көптөгөн улут өкүлдөрү биримдикте, достукта өмүр сүрүп келебиз. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө амандык, тынчтык жана бакыт каалаймын. Элибиз аман, журтубуз тынч болсун. Байрамыңыздар куттуу болсун. Саламатсызбы, жолдастар. И сәмбісіз. Здравствуйте, дорогие друзья. Я от имени Общественного объединения Татаро-Башкирский культурный центр ТАН города Нур-Султан, Ассамблеи народов Казахстана, приветствую вас. Зовут меня Садыков Сергей Петрович. Хочу от имени общества, от имени соотечественников татар поздравить всех с приближающимся праздником. С праздником 1 мая, Днем Единства народов Казахстана. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, терпения и мужества. Қымбат достар, мен атым Тарасова Светлана, мен Қазақстан халқы ассамблеясының Беларусь этномәдени орталығының мүшесімін. Сіздерді 1 мамыр мерекесімен шын жүректен құттықтап, дендеріңізге саулық, мол бақыт, ашық аспан тілеймін. Ешқашан ауырмай, осылай күліп жүре беріңіздер. Біздің еліміз тыныш, ал бірлігіміз нығая берсін. Біз біргеміз. Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником, Днем Единства народа Казахстана. Желаю вам мира, благополучия, здоровья, любви, процветания, взаимопонимания и доброжелательности друг к другу, неравнодушия к чужой беде. Пусть тоска и горе обходят стороной ваши семьи. Будьте счастливы! С праздником! Мен барлық Қазақстанда тұрған Азербайжан халқының атынан барлығымызды Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын. Достық пен келісім мақсатымыздың бірлігі, отанымыздың жарқын болашағының кепілі. Қазақстан шаңырағының астында бейбітшілік пен бірлік жасасын. Құрметті қазақстандықтар, салт дәстүрін, әдет-ғұрыптың қаймағы бұзылмаған, 100-ден астам ұлт пен ұлыс өкілдері макан еткен елін. Сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні менен Нұр-Сұлтан қаласы Жайқұн Қарақалпақ этномәдени орталығының атынан шын кеудеммен құттықтаймын. Assalamu alaikum. Ben bütün Kazakistan'da yaşayan Azerbaycan halkının adından sizin hamınızı Kazakistan halkının birlik bayram münasebetiyle tebrik ederek. Dostluk ve razılıq bizim fikirlerimizin birliği, vətənimizin uğurlarının rəhmidir. Qoy Kazakistan'ın şanarağının içinde həmişə razılıq olsun. Мене звуть Даша Єфимова, я з України, і я хочу привітати всіх казахстанців з 1 травня, з Днем Міжнародної єдності. Побажаю всім миру, в першу чергу з собою та з оточуючими, здоров'я у нинішній ситуації та щастя. Selam, ben Azerbaycan'dan Sevinç Nesrullaeva. Bu videonu 1 May Kazakistanların
Birlik Günü münasibətilə çəkirəm. Buradan Qazaxstanda yaşayan 100-dən çox milləti təbrik edir. Onlara bir ömür sülh içində yaşayıb, inkişaf edərək daha güclü dövlət olmağı arzulayıram. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondan Iskandarova Shahlo bo'laman. Qozog'iston Respublikasining 1-may Birlik kuni bilan sizlar bilan tabriklayman. Eng rivojlangan davlatlar qatorida bo'lgan Qozog'iston Respublikasi bundan sonraki yillarda ham rivojlanishini, xalqlarni har doim birlikda hamjihat yashashlarini va har sohada rivojlanishlarini gullab yashashini tilab qolaman. سلام، من صبا فرشاد هستم از ایران. امروز تاریخ 1 می هست و روز وحدت و دوستی مردم قزاقستان هستش. این روز رو به همه مردم قزاقستانی عزیز تبریک میگم. امیدوارم این وحدت و همبستگی سالیان سال ادامه پیدا کنه. من شانس این رو داشتم که با سه دوست عزیز آشنا بشم از این کشور و با فرهنگ و رسم و رسوماتشون از نزدیک آشنا بشم. خیلی خوشحالم و خیلی تجربه خوبی بود. مجددا این عید رو تبریک میگم و امیدوارم که مردم همیشه در آرامش و صلح همینجور در کنار هم زندگی خیلی خوبی رو داشته باشن. مجددا تبریک میگم. خداحافظ. مرحبا، أنا خديجة وهابي من الجزائر. عربية، لغتي العربية. أريد أن أقول كل عام وأنتم بخير كازاخستان، وإن شاء الله في أمان الله. إن شاء الله تكون دولة وحدة ودولة أمان، وإن شاء الله الله يحفظكم دائما. Hello， 大家好，我叫安娜尔，是中国人。我在这里祝哈萨克斯坦全国人民5·1独立日快乐，祝你们幸福昌盛繁荣。Көп ұлтты, ынтымағы жарасқан ұлттық мәдени орталықтар Бірлік күніне сәлем фест құттықтау арқылы ән шашуын тарту етеді. Абайдың әні көзімнің қарасы. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Жылайын, жылайын, ағызып көз майын, айтуға келгенде қалқама сөз дайын. Айтуға келгенде қалқама сөз дайын.
этномәдени орталығы барлығызынды. Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын.